Менің менталды қарыздарым жалғасы. Сіз өзіңізді қарыздар деген және сізге қарыз деген адамдарды жазып шыққаннан кейін осы списокқа қарап отырамыз да, сол жердегі адамдардың бәрін ақтап шығамыз. Сіз неге ондай іс-әрекетке бардыңыз және ол адамдар неге ондай іс-әрекетке барды? Әр тармақты біз ақтап шығу керекпіз. Бұл өте маңызды. Мысалы, менің шағымданған клиенткам анам маған жылулық білдірмеді деп. Біз анасын ақтау барысында нені түсіндік? Анасы жалғыз басты ана болды. Қызын бір өзі тәрбиеледі. 3 жұмыста жұмыс жасады. Оның эмоционалды күші болған жоқ. Қызына деген махаббатты білдіруге. Бірақ қызына ең ыңғайлы, ең қауіпсіз орта жасап берді кішкентай күнінде. Соны түсінген сәтте ми автоматты түрде анасын қарыздар деген списоктан алып тастады. Ал сіздің миыңыз солай қарыз деген сөзден босаған сайын сіздің өміріңізден қарыздар да кете береді. Ал егер көп адамды қарыздар деп санасаңыз, өзіңізді қарыздармын деп санасаңыз, сіздің миыңызға, санаңызға қарыз деген сөз өте үйреншікті болады. Және де үнемі қарызда өмір сүру сіз үшін норма болып есептеледі.